Осы жылдың бірінші жаңартуын қабыл алыңыздар. Сіздерге Старпарктағы бақшаны ұсынамыз. Бұл зертханада біз Старпаркқа керемет гүлдер, өсімдіктер, жануарлар жасаймыз. Және дәл қазір Дени бір үлгісін көрсетеді. Тек қана сызатын X затымен қосса болды. Өте оңай. Тоқта жоқ, игрек емес. Ой. Тым болмаса аман қалдық. Брал тоққа қош келдіңіздер. Биокупол атты жаңа сезон басталды. Роза, Биа және Спраут әйтеуір өздеріне үй тапты. Бірақ әдеттегідей бұл таңқалақсыз емес еді. Басшы, оғаштық пен сүйкімділік. Сезонның жаңа жауынгері Ева. Ева ұшатын тәрелкесі бар, өзге ғаламшарлық бірге. Ол Гавстың үштігіне кіреді. Ол тек қана балаларына үй тапқысы келетін ана. Өзінің жолында тұрған бәрін жоюға дайын. Оның жай шабуылы 3 жұмыртқамен атқылау. Бұл жұмыртқалардың айырмашылығы көлемінде және зақымында. Оның супері бірнеше секундтан кейін 3 баласы шығатын үлкен жұмыртқа. Егер оларды саған жетпестен бұрын жоймасаң, олар саған біртіндеп зақым жасайды. Еваның өзіне тән қабілеті бар. Ол бүкіл жерде ұшатын тәрелкесімен ұшатындықтан ол су, шұңқыр және тағы басқа жерлерден қалықтап жүре алады. Биокупол сезонындағы Брау Пастың 70 деңгейіне жеткенде тікенде Ева скинін алады. Брау Пастың бірінші скині жарқырауық Рико. Биокупол ғалымдардың эксперименттері апатқа әкелмегенше бейбіт және жайлы орын болды. Міне осылай. Улы шырмауық Бел, Мистер Шыбын, Дәуіт Роза, Мутант Спраут, дәрігер Эдгар және қоңыз Мек пайда болды. Осы сезонның күш лигасында жаңа скин Ара болды. Пасха мерекесінде ойында қоян Гром пайда болады. Ал клуб дүкенінде Арстан Булды табуға болады. Brawl Stars Биокупол жаңартуында 2 жаңа ойын режимін алады. Олардың бірі жүктеме. Сіздердің кейбіреулеріңіз бұл ойынның ережесін білесіздер. Сіздің міндетіңіз жүкті А нүктесінен Б нүктесіне жеткізу. Бұл кезде қарсылас команда да солай жасайды. Бұл ойын режимінде стратегия маңызды рөл атқарады. Егер сіз жүкті қорғасаңыз, жау командасы сізді озып кетуі мүмкін. Ал егер сіз жау жүгіне шабуыл жасасаңыз, сіздікі қараусыз қалуы мүмкін. Тазарту деп аталатын екінші режиміміздің ережесі әлде қайда оңай. Сізге 8 жауынгерін жеңу керек, немесе 2 минут ішінде жаудан көп жауынгерді жеңу керек. Біз тазартуды аз үлестіру қажет ететін, бірақ көңілді болатын кездейсоқ режим ретінде ойладық. Екі ойында әдеттегі сезонды болып табылады, және олардың сәттілігі болашақта ойынға оралу-оралмауына байланысты болады. Бұл жаңартуда сіздерді тағы басқа өзгертулер күтуде. Емдейтін сценарий және өзгертілді. Ол енді сіздің жауынгеріңіз орнында тұрғанда емес, жалпы емдеу тиімділігін арттырады. Жаңа ойыншыларға арналған жаңарту. Бірінші қолжетімді режим захват приставтың орналастырылатынына. Бұл режим меңгеру өте оңай, сондықтан жаңадан келген ойыншыларға қызықты болады. Наразы запаемка горячая зона ограблениенің режимдерін ауысу уақыты сағат сайыннан күн сайынға ауысты. Аса дәлізше бұл ауысудың бөлігі емес, бірақ карта жасауды қолжетімді болады. Күш лигасында көтерілу енді сіздің сәттілігіңізге байланысты. Егер сіз 2 рет жеңсеңіз, бұрынғыдан қарағанда алдыға қартай жүресіз. Егер 1 рет қана жеңілсеңіз, аз жоғалтасыз. Клуб лигасының соңғы күнде 6 билет беріледі. Алдыңғы күндер сіздер сәтсіздік болса, қазір жоғары орын алуға мүмкіндіктеріңіз бар. Клуб туралы тағы бір нәрсе. Енді сізде қанша клуб бай болса, сонша қуат ұпайын сатып ала аласыз. Өзгерістер сонымен қатар ерекше сезонды скиндар күш лига скині Brawl Pass скиндарына әсер етеді. Біраз уақыт олар бірегей болып қалады. Бірақ уақыт өте келе олар дүкендегі акциялар арасында пайда болады. Бұл осы жаңартуда шығатын скиндарға ғана қатысты.
Барлық ескі бірегей скиндар өздерінің бірегейлігін сақтайды. Brawl Stars'ın çempionatı қайтадан оралады. Әлемнің түкпір-түкпірінен келген үздік ойыншылар тікелей эфирде ойнайды. Сіздер де оларға қосыласыздар немесе көріп сыйлықтар аласыздар. Ай сайын Brawl Stars'та ойыншылардың құрметіне бірегей төсбелгілер шығады. Жай ғана event.brawlstars.com сайтына кіріңіздер. Чемпионат матчтары күнде тамашалаңыз және өзара әрекеттеніңіз және сыйлықтар алыңыз. Егер сіз матчтардың трансляциясын жіберіп алғыңыз келмесе, Brawl Stars'ın киберспорт арналарына жазылыңыз, сілтемелер опцияда. Енді жәшіктерде сіз қалаған жауынгерге қуат ұпайын таба аласыз. Ойында 10 жаңа гаджет шығады. Әр режимға жаңа карталар. Нокаут карта жасауда. Қосымша белгілер соның ішінде анимациялық. Сезон режимдер арасында баскетбол және редуэлдер де соның ішінде. Жаңа алтын күміс скиндар. Осы жылдың бірінші санаты сіздерге ұнады деп ойлаймын. Лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Көргендеріңізге рахмет. Бір бас әрине жақсы, бірақ екі бас өте жақсы. Дәл солай. Ал мен күмәнданып тұрмын. Кенеттен өзімді өте ақылды сезініп тұрмын. Және мен шынымен өзіме сақал өсіре аламын ба? Жігіттер, ұялсаңдаршы. Bir нәрсе ешкім келіп тұр. Рахмет. Сен не суды қалай ішетінін білмейсің ба?